Сәлем достар, 2025 жыл сертификатты алу толықтай база өзгерді, барлық сұрақтар өзгерді, 12 модуль болатын, енді 14 модуль болды тапсырмаларымен. Ал ендеше кеттік, сіздерге жауабын бірге шешейік. Әдеп және іскерлік мінез-құлық кодексіне сәйкес кәсіпкерліктер серіктестіктер мен қарым-қатынас қағидаттары мен стандарттарға мыналар жатады дейді. Бұл қабылданған міндеттемелерді сақтау, адал бәсекелестік, тиісті мұқияттылық, достық негізде дауларды шешу осы болу керек. Көрейік, келесіге өтейік. Тиімді басымдықты қою құралы қалай аталады? Тиімді басымдықты қою, бұл жерде осыны көрейік. 9 іс әдісінің негізінде қандай тәсіл жатыр дейді. Бұл жерде 3 үлкен, 1 орташа, 5 шағын іс болу керек. Келесі. Осы болу керек. Бизнесті табыс мүмкіндігі қай кезде артады? Бизнестегі табыс мүмкіндігі. Мынау емес. Кәсіпкерлікті қасиеттері осы болу керек. Тайм менеджмент дегеніміз бұл уақыт қой. Уақыт ресурстарын есепке алу осы болады. Evernote компаниясының бас директоры Фил Либиннің пікірінше кәсіпкерлердің өз компанияларын құруды басты себебі дейді. Бұл адамдардың өмірін жақсартуға осы болады. Кәсіпкерлердің басқа адамдардан басты айырмашылығы олардың 3 ерекше ойлау қасиетіне ие болады. Белсенді жауапты нәтижеге жеткізу. Адамның шектеулі өмір сүру кеңістігі онымен қатар үйреншікті өмір сүруіне қалай аталады дейді. Жайлылық аймағы болады. Гант диаграммасы не үшін қолданылады? Гант диаграммасы. Достар, бұның барлығы дұрыс ответ деген сөз емес. Примерно мен өзім білетінімше белгілеп шығамын. Жауабын соңында көреміз. Бастау бизнес жобасының мақсаты дейді. Халықты кәсіпкерлікке тарту ғой. Егер кейбір сұрақтар мен дағдылар бойынша бизнес иесінің бизнес бұл жұмыс емес дегенді кім айтқан, е? Қызанақ әдісі немесе 25 минуттық жүйені кім ойлап тапты? Бұл жерде Франческо Черелло дейді. Төмендегі нұсқалардың қайсы смартпен мақсат қоюға сәйкес келеді? Ең дұрыс нұсқаны көрсетіңіз дейді. Осы айдың соңына дейін 30 000 бөлке нан өндірумен оларды Ақмол дүкені арқылы сатамын деген осы болу керек. Стивен Ковидің анықтамасы бойынша дағды бұл білімнің, шеберліктің осы шығар. Кәсіпкерліктің әдеп және іскерлік мінез-құлқы кодексіне сәйкес тұтынушылардың қарым-қатынаста қағидаты стандартына мыналар жатады дейді. Бұл жерде тұтынушылардың өмірі мен денсаулығын қамтамасыз ету. Қандай сипаттама бизнес ойлау қабілеті бар кәсіпкерлікке қатысты емес? Өзінің тілектеріне шоғырланған.